Сара Тоқтамысовадан міне кешегі айтыстан бір шумақ айтып беруін өтіндік. Қазір домбыраның құлағын туралап жатыр. Айнұр әпкенің үйіндеміз, Тұрсынбаева. Қазбек қазын алу мәңгі асқарым, Абылай біреу еді марғасқаның. Кезінде Абылайды қамауға алып қалмақтың жағаға кеп жармасқаның. Хейдеңіз. Сол кезде қалмақтардың тілін тауып, Қазбек бидің білеміз араласқанын. Хейдеңіз. Бейбіт жолмен Абылайды жау қолынан аман алып қаладай алдаспаным. Қазыбек Абылайды құтқармаса, елім бұлтты болар мед мәңгі аспаның. Бір-бірін жау қолына тастамаған бабалардың көрмедік дауласқанын. Бүгінгі биліктегі көкелерім дауласудан алмайды дәу бастарын. Ейді! Бір-бірін жау қолынан алмақ түгіл абақтыға айдап жүр жолдастарын. Орғазып органдарға ұстап беріп, қызметте сатып жатыр жан достарын. Небір қолдан сау қалған қазақтардың темір торда көрдік қой алжасқанын. Арқандап қазағыңды қамап қойып, талтаңдап кімге керек жер басқаның. Кешегі бабалардың ей ындымағы, біздерге нәсіп болсын қандастарым ай. Хай барекелді. Қасимхан қалжыңдамадың сізге Ақындар Қазбек деп жыр бастап жатыр, ортаға орамды ойлар еу тастап жатыр. Қазбек бидің анасы Тоқмейіл ғой, ол жайлы айтылмаған дастан жатыр. Көзі қылый аяғы ақсақ болған Тоқмейілдің атағы аспанда тұр. Аяғым ақсақ болса да ел билейтін ұл туам деген екен асқан батыр. Хей шіркін ай. Алла қолдап Қазбектей ұл туыпты, сөйлеген бісміллә деп бастан батыл. Ақсағана асқақ ер тудырды деп ұрпағы мақтанышпен қоштап жатыр. Бүгінгі аяқ қолы сауаналар рухани жағынан ақсап жатыр. Қазыбектей ұлдарды тумақ түгіл туған ұлын туалетке тастап жатыр. Солардың рухын қайта оятпасақ, таптаза тұнығын дауластап жатыр. Тоқмейілдей аналар көп болмаса, пешенеміз болады тастан тағыр. Ай, барекелді. Тамаша.